Сабағымыздың тақырыбы гимнастикалық жаттығулар. Сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты түрлі дене жаттығуларын іс жүзінде орындау, олардың ағзаға тигізетін әсері мен энергетикалық жүйемен байланысын ішкі және сыртқы белгілері бойынша анықтау. Сабақ барысында қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Спорттық форманы киіңіз. Мұғалімнің нұсқауы бойынша барлық жаттығуларды орында. Қауіп төндіретін заттарды өздеріңізден алып тастаңыз. Мысалы, сағат, сырға, білезік және тағы басқа заттар. Денені қыздырып алмай, күрделі жаттығуларды орындамаңыз. Денемізді қыздырып алу үшін жалпы дамыту жаттығуларын бірге жасайық. Алғашқы жаттығуымыз мойынға арналған жаттығу. Аяқты иық көлемінде, қолды белге, басты оңға 5 рет, солға 5 рет айландырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Солға 1, 2, 3, 4, 5. Келесі жаттығу қайшы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз аяқты иық көлемінде ашамыз. Оң қолды белге, сол қолды жоғары көтеріп, оңға солға қисаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы балалар. Аяқты алшақ ашып, оң қолды сол аяққа, сол қолды оң аяққа тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жақсы балалар. Ал енді келесі жаттығуымыз сол аяқты оң қолға, оң аяқты сол қолға тигіземіз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жарайсыңдар балалар. Келесі жаттығуымыз аяқты қосып, қолды жоғары сермеп, оңға солға секіру жаттығуы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Олар соңғы келесі жаттығуымыз отырып тұру жаттығуы. 1, 2, асықпаймыз балалар. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Осымен жаттығуымыз аяқталды. Жаңа сабақ тақырыбына орай гимнастика ұғымына түсінік бере кетейін. Гимнастика арнайы жаттығулар жүйесінен тұратын, адам денсаулығын нығайту және оның денесінің үйлесімді дамуы үшін қолданылатын дене шынықтыру мен әдістемелік тәсілдер. Бірінші тапсырма – сиқырлы сандар. Берілген ұяшықтағы сандардың бірін ойша таңдап, ұяшықтың артында белгілі бір дене мүшесінің атауы жасырылған. Жасырылған дене мүшені қолдану арқылы гимнастикалық жаттығулар құрастыр. Дескриптор ұяшықтарды ойша таңдайды, жасырылған дене мүшесін қолдану арқылы гимнастикалық жаттығу құрастырады. Сиқырлы санның бірін таңда. Ал енді сиқырлы санды таңдап болсақ, сиқырлы санның артындағы дене мүшені қолдана отырып, гимнастикалық жаттығу құрастыр. Бірді таңдасаңыз қол, екіні таңдасаңыз аяқ, үшті таңдасаңыз бел. Осыларды пайдаланып, гимнастикалық жаттығу құрастырыңыз. Екінші тапсырма – 1 минуттық әңгіме. 1 минуттық әңгіме әдісі арқылы құрастырылған гимнастикалық жаттығуларының адам ағзасына пайдасын айтып бер. Дескриптор адам ағзасына пайдасын біледі, мысал арқылы дәлелдейді. Үй тапсырмасы – гимнастикалық жаттығуларды қайталау. Кері байланыс. Көңіл-күй смайликтер арқылы жаттығулардан кейінгі көңіл күйлеріңді белгілеңдер.